Жалайырлар жайында не білесің? Жалайырлар 10-13 ғасырлар аралығында солтүстік Монғолия жерінде Орхон өзенінің жоғарғы жағы мен Селенга өзенінің бойын мекендеген тайпа. Олар жайында мәліметтер Моңғол деректерінде кездеседі. Жалайырлар моңғолдармен тығыз қарым-қатынаста болған. Жалайырлар тарихында Жамұқа Темучинмен жақын дос болғаны жайлы баяндалады. 1201 жылы Жамұқа Аргун өзенінің бойында құрылтай шақырып, өзін Гурхан жариялап, таққа отырады. Бұл жағдайды естіген Шыңғыс хан Керейт ханы торымен одақ құрып, Жамұқаны жеңіп, жалайырларды қол астына қаратады. Бұдан кейін жалайырлар Қазақстанға өтіп, Жетісу жерінде тұрақтайды. Тарихшы әрі ықпалды би Қадырғали Жалайыри жалайыр тайпасынан шыққан. Мемлекеттердің қоғамдық құрылысында қандай ерекшеліктер бар деп ойлайсың? Найман, Керейт және Жалайыр мемлекеттерін хан басқарған. Мемлекет өз ішінде ұлыстарға бөлініп, әр ұлыс өзіне тиесілі аумаққа ие болған. Ұлыстардың ішкі мәселесін шер би лауазымын иеленген адам шешсе, өзге маңызды мәселелер хан ордасында шешілген. Әскери саяси жүйеге негізделген мықты мемлекеттік аппарат құрылып, әскерлер ондыққа, жүздікке, мыңдыққа бөлінген. Керейлер мен наймандарда көшпелі өмір салтына негізделген мықты құқықтық жүйе құрылған. Алым салықтың да белгілі бір жүйесі енгізілді. Мемлекеттің іс қағаздарын жүргізудің белгілі бір жүйесі болған. Олар негізінен көне түрік жазуын қолданған. Тайпаларда әлеуметтік жіктелу үдерісі жүріп, мүлік теңсіздігі айқын көрініс тапқан. Шаруашылығы қандай болған? Аталмыш тайпалардың барлығы көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Олар 4 түлік малдың барлығын өсірген. Әсіресе жылқы өсіру ерекше белең алған. Жылқы саны жағынан керейлерде басымырақ болған. Мал шаруашылығынан басқа аң аулау, балық аулау кәсібі де дамыды. Қолөнер де гүлденіп, күнделікті тіршілікке қажетті заттардың барлығын тайпалар өздері жасаған. Негізгі баспаналары киіз үй болған. Наймандар, керейттер, жалайырлар ірі мемлекеттік дәрежеге жете алмаған. Қазақстан жерін мекендеген бұл тайпалар қазақ халқының құрамындағы белді тайпалар.